Әйелімнің каспиіне 100 мың теңге түскен, әйелім шоқтан маған звондап тұр, достарым 100 мың теңге жіберді деп. Ал мен кеше 100 мың теңге ақша іздегенмін. Сонымен айтамын, ешқандай достар ішімде жоқ ақша қазір, ішім келген жоқ дедім. Тұра тұр, қазір үйге келемін дедім. Үйге келсем, бір танымайтын бір кісіден келіп тұр. Жақсы деп, одан кейін үйде тамақ ішіп отыр едік. Бір уақытта бір қыз звондап әйеліме жылап тұр. Осылай баламның дәрісі еді, балам өлейін деп жатыр, өйтейін деп жатыр, бүйтейін деп жатыр, ойбай 100 мың теңге маған қайтарып жібересіз ба деп. Мен қопа тұра тұр дедім. Телефонды алдым, өзім алдым да. Отмена жасап алыңдар өздерің дедім, орыс тілінде. Орыс тілінде сөйлеп тұр, акцент біздің қазақстанның орыстарының акценті емес, акцент российский акцент, 100%. Өздерің отмена жасап алыңдар дедім да, салам алейкум дедім. Бір уақытта маған звондап тұр, вот шок болғаным, қаяқтан алды менің номерімді олар? Откуда они мой номер знают? Вот это мен шок болдым соған. И маған звондап тұр, бір еркек звондап тұр, ты знаешь, я тебя урою, анау мынау деп угрожать етіп кәдімгі дейші. Мен айтамын, пожалуйста, келе қойшы, осындай адрес, давай келші қазір сөйлесейік деп. Ешкім келген де жоқ, бір уақытта бір 15 минуттан кейін отмена болып 100 мың теңге артқа кетті. Ал енді достар, мен не үшін айтып отырмын бұл әңгімені? Егер сіздерге сөйтіп біреу ақша салып жіберіп карталарыңызға қайтарып бер десе, неше түрлі зат айтады екен, олар. Қайтарып бер десе, өздеріңіз айтып алыңыздар, бүйтіп айтыңыздар. Отмена жасап алыңдар, керек болса деңгейде болды. Любой қай номерден звондаса да лақтыра беріңдер, өздері 15 минуттан кейін жаңағы 100 мың теңге ақшасын шешіп алады. Егер сіздер сол жерде ана өздеріңіздің каспилеріңізден қайтарып беретін болсаңыздар, онда салам алейкум болып сіздерге арттарыңыздан кредит бәрін алып тастайды. Енді олар менің әйеліме тастағасын, менің номерім, менің күйеуі екенін қайдан біледі олар? Менің номерімді қайдан біледі олар? Көрдіңіздер ме? Так что біздің